Бейнеу ауылында дене шынықтыру кешені мен жүзу бассейні халық игілігіне берілді. Қос нысанда тұрғындардың жаттығуы үшін барлық жағдай жасалған. Облыс әкімі Ералы Тоғжанов ауданға жұмыс сапар аясында екі орталықтың ашылуына қатысты. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Жаңа дене шынықтыру кешенінде футбол, волейбол, күрес, баскетболға арналған жаттығу орны мен тренажер залы бар. Бір мезетте 600 адамды қабылдай алады. Бұл Азия және Еуропа чемпионы Бауыржан Нарбаев бастаған бейнеулік дзюдошылар, күресшілер мен волейболшылар. Қуаныштарында шек жоқ. Себебі енді олар жаңа спорт кешенінде жаттыға алады. Бұған дейін де ауылымызда үлкен жетістікке жетіп жүрген чемпиондар да бар, жүлдегерлер де бар. Енді соларды бақтар жанат деп үміттемін. Өзімнен бөлек ауыл жастарына да сәттілік тілеп, осындай спорт кешенін пайдаланып, Олимпиада әлем чемпион болады деп сенемін. Ел игілігіне пайдалануға берілген тағы бір спорттық нысан жүзу бассейні мен фитнес залы. Ашылу салтанатына арнайы қатысқан аймақ басшысы бұл жерден Дмитрий Баландин секілді мықты чемпиондар шығатынына сенім білдірді. 240 адамды қамтитын орталықты жергілікті кәсіпкер өз қаржысына салған. Өзіміздің тікелей қаражатымыздан осыған жүздің үстінде миллион ақша бөліп, бір ауысымда бір мезгілде 40-тан астам адам айналыса алатын фитнес залы бар, ішінде жүзу бассейні бар, таза спорттық құрылым. Ауылымызда ашылып жатқан кәсіпқой бассейн кешені еліміз үшін, Бейнеу ауданының халық үшін керемет жаңалықтардың бірі болды. Аудан халқын осында салауатты өмір салтын насихаттауға және оны тұрақты ұстануға үлкен септігін тигізіп жатыр. Болашақта осы кешеннен жақсы жетістіктерге жететін жас спортшылар шығып, еліміздің, Маңғыстауымыздың атын әлемге танытатын көп спортшылар шығады деген ойдамыз. Сондай облыс әкімі сан салада жүрген бейнеулік белсенді жастармен еркін форматта кездесу өткізді. Болашақ білімді жастардың қолында екендігін айтып, сәттілік тіледі. Айман Нұрмағамбет, Саламат Қайыпов, Каспий ақпарат.